Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 10 ақпан күніне болжам. Бүгінгі күнде артық керек емес заттан құтылуға өте жақсы. Тауық жылғы болсаңыз, сентябрь айында туылған болсаңыз, сентябрь, октябрьдің 7-сіне дейін сіздерге шамалы күн стрессімен деп көрсетеді. Енді бүгінгі күнде жақсы активациялар бар. Сағат 07:35 азанға, таңғы 07:35 пен 09:00 аралықта арқаңызды юкке қаратып тілектесеңіздер, ақшаға, жұмысқа қатысты тілектеріңіз орындалады деп көрсетеді. Және бүгін бір заттан арылуға өте жақсы күн деген соң, терезе айналарыңызды жуасаңыз, ниеттеніп, ақшаға қатысты ниеттеніп жусаңыздар, өте жақсы ақша келеді. Ниетіңіз орындалады деп көрсетеді. Енді бізде 9 ақпан, 10 ақпан өте бизнес ашуға, ақшалы күндер, сондай жақсы энергиясы бар. Бизнес ашуға, жұмыс бастауға. Сондықтан осы күнді де жіберіп алмаңыздар. Шаш қидыруға бүгін онша емес, және жол жүруге де машиналарыңызды абайлаңыздар, соғып алмаңыздар, жолда абайлап жүріңіздер. Енді Тышқан жылғы болсаңыз, немесе декабрь айында туылсаңыздар, январдың 4-не дейін сіздерге ұрыскер жұлдызы келіп тұр. Эмоцияңыз, на эмоциях ешнәрсе шешпеңіздер деп көрсетеді. Өйткені кәдімгі төбелесуге дейін баратын сондай жұлдыздар келіп тұр. Сізді ұрсып тұрма, бірден төбелес, нападать ет дейтіндей сондай энергия жүріп тұр. Абайлаймыз, денсаулығыңызға қараңыз, эмоцияңызды басыңыздар. Енді сондай жағдайға жетпей үшін не істеу керек дейтін болсаңыздар, қызыл киім киіп алыңыздар, либо қолдарыңызға қызыл таң атпастан алма, либо помидор жеп алсаңыздар да өте жақсы, шамалы энергиясын басуға, либо свеча жақып қойыңыздар. Бүгін активация топта берілді, ақша жұлдызын жылту, сол свечаны жақып қойсаңыздар болады, энергиясы басады. Әрі қарай, сиыр жылғы, бар жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, либо февраль айында туылсаңыз, марттың 4-не дейін сіздерге арналады. Сіздерге бүгінгі күн денсаулыққа қара, артық тамақ жеп қойма деп көрсетіп тұр. Өйткені асқазанмен проблема болуы мүмкін, жалқаулықта болуы мүмкін. Бүгін кәдімгі бір жерге баруға да, жүруге де шаршап тұрмын деуіңіз мүмкін. Енді ұмытшақтықта келеді бүгінгі күн. Бір затыңызды ұмытып кетпеңіздер. Денсаулыққа қара, бір затты ұмытып кетпе, тағы не айтуға болады сіздерге. Бірақ енді бір плюсы, адамдармен танысуға өте жақсы. Жаңа адамдармен танысасыз, бір жерге баруыңыз да мүмкін. Және осы уақытқа дейін бір адаммен сөйлесуге бір қымсынып жүретін дейтін болсаңыз, бүгін кәдімгі вперед, жақсы сөйлесесіз, жақсы қарым-қатынаста боласыз. Өйткені бүгінгі күннің энергиясы барлық адамға жақсы интуиция береді, жақсы көмек береді. Сондықтан адамдармен танысуға, адамдармен араласуға, және білім алуға да болады. Бірақ енді білім алуға памяті өте онша емес деп тұрмын ғой бүгінгі күнде. Бірақ енді жай деп алсаңыз да бәрібір білім алуға бүгін бастасаңыз жақсы энергиясы жүреді. Қояндар, қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыз, апрельдің 4-не дейін сіздерде бас ауруы, мигрень болып көрсетіп тұр. Және өкпені де абайлаңыздар, тамақты абайлаңыздар. Өйткені тыныс алатын жолыңыз, аузыңызға қатысты бір шамалы дұрыс емес энергия жүріп тұр. Үйде үлкен кісілер болатын болса, либо өзіңіздің енді қоян бар болатын болса, картаңызда қоян жылғы өзіңіз болатын болсаңыз, мынау сүйек буындарды абайла деп көрсетеді. Және бүгінгі күнде банк, либо документтермен қатысты жүгіресіз, әлде штраф налог мәселесі келе ме, әйтеуір заңмен шамалы бір дұрыс емес энергия жүріп тұр. Соны шешуге көмек береді энергиясы. Сіздерге бүгін ешкімге қарыз берме деп айтар едім. Осы жыл бойға келіп тұрған энергия негізі сіздерге, бірақ осы күн, бүгінгі күн ешкімге қарыз бермеңіз, кредит алмай қойыңыз, және бір қатты өміріңізде бір үлкен бір аяғасына көшіп кетемін, либо аяғасынан үй сатамын деген сияқты шешімді бүгін қабылдамаңыздар деп көрсетеді. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ары қарай ұлу жылғы болсаңыз, немесе жылан жылғы болсаңыз, сіздерге арналады. Либо апрель айында туылсаңыз, либо май айында туылсаңыз, июньдің 7-сіне дейін. Бүгінгі күнде сіздер пышақтан абайлаңыздар, жарақат алып қалмаңыздар, және уже енді 9-нан бастап, уже түстен кейіннен бастап уже энергиясы жүреді ғой сіздерге. Әйел адаммен, ер адаммен ұрсып қалмаңыздар деп көрсетеді. Аузыңыздан шыққан сөзге абайлаңыз. Ақша туралы, бір недвижимость туралы мәселе қозғауы мүмкін, либо осының документтерін абайла, либо кілттерін жоғалтпама деп көрсетеді. Сөзіңе, эмоцияңа абай бол. Өйткені аузыңнан шыққан сөзің өзіңе қиындығын алып келуі мүмкін. Өзіңе қиын болады.
либо юридический бір ары қарай заңдылық бір сондай энергиясы болып кетуі мүмкін. Дұрыс айтылмаған сөзден сотқа дейін баруы мүмкін. Соны абайлайсыздар ғой. Енді бүгінгі күнде сіздерге корректор бамбукты қасыңызға қойып қойыңыз, жұмыс жасайтын болсаңыз, либо қалтаңызға азанымен бір уыс қалтаңызға түс салып алыңыздар. Главное, әйтеуір сөзіңізге абай болыңыз. Үндемесеңізші бүгінгі күн. Енді жылқы болсаңыз, немесе июнь айында туылған болсаңыздар, сіздерде де сол ана мен баланың арасында бір ұрыс-керіс болуы мүмкін. Либо өзіңізді анаңыз хабарласам, ана баламен дұрыс болмай жатыр, ана баламен ұрысып қалдым деген сияқты. Либо мамаңыз айтуы мүмкін, либо енеңіз айтуы мүмкін, либо өзіңіз мамаңызбен ұрысып қаласыз. Әйтеуір ол бала мен маманың қарым-қатынасында бір ұрыс-керісті естисіз, либо өзіңіз ұрысып қаласыз. Сондай бір дауыс шығарып тұрып ұрысатын болып тұр. Либо балам кішкентай, бірақ ұрыстым бүгін деуіңіз де мүмкін. Бүгінде сіздерге сол қатты сөз айтпа, аузыңа еге бол. Басқа адамда болса тіпті сотқа дейін баруыңыз мүмкін. Бүгін жігіті проблема абайла, денсаулықты абайла, өт, бауыр, асқазанды абайлауыңыз керек деп көрсетеді. Және мамаңыз недвижимость, мамаңызбен қарым-қатынасыңызға қатысты бір мәселе болуы мүмкін. Қой жылғы болсаңыз, немесе мешін жылғы болсаңыз, немесе шілде айында туылсаңыз, либо август айында туылсаңыздар, сіздерде осы бүгінгі күннің энергиясы білімге қатысты энергия бар, білім алуға, балдарды оқытуға қатысты бір энергия жүреді, бірақ сіздерге айтып тұр да, бүгін ұрсуыңыз мүмкін, дұрыс оқымай атсың, дұрыс оқы деген сияқты. Именно сол, либо өзіңіздің бір оқуыма қиналып жатырмын, білім алып тұрмын, бірақ оқып жатқан жоқпын деген сияқты бір сол, либо балдарды оқыту шамалы қиындау болып тұр деген сияқты бір мәселе жүреді. Енді сіздерге бүгінгі күнде ешкімнен қарыз алма, қарызға ақша берме, денсаулығыңа қара, және бір дене кожаға қатысты бір ем алам дейсіздер ма, осындай бір жағдай болуы мүмкін. Сол жағында ем алыңыз, денсаулығыңызға қараңыз, көкірегіңізге қатысты ем алуларыңыз керек, әйел адамдар. Бүгін денсаулыққа қараңыздар. Тауық жылғы болсаңыз, немесе сентябрь айында туылған болсаңыздар, сіздерге бүгінгі күн өте мынандай миға қатысты жақсы дейді. Бір бизнеспен немен айналысатыңызды білмесеңіз, бүгін сол туралы ойланыңыз, және соған қатысты бір тірлік қадам жасағаныңыз жақсы. Және бөпе көтере алмай жүрсеңіз, бүгін соған қатысты ем алыңыз, либо бүгін бөпе көтеруге өте жақсы күн деп көрсетеді. Либо біреудің бөпе көтеріпті, екіқабат екен, либо бөпелі болыпты дегенді естуіңіз де мүмкін. Енді бүгінгі күнде бір жағынан үйіңізге қонақ келе ма, әлде балдарыңызбен өзіңіз бір жаққа қыдырып қайтасыздар ма, осындай бір мәселе болуы мүмкін. Главное, үйіңізде қуаныш той болсын деп тілеймін. Ит жылғы, доңыз жылғы болсаңыздар, немесе октябрь айында, либо ноябрь айы туылған болсаңыз, декабрьдің 7-сіне дейін сіздерге де бүгін бір жақсы жаңалық, либо бір жерге шақыра ма, әлде үйіңізге қонақ келе ма, бір қуанышты жаңалық болады, бір жақсы жаңалық естисіздер, және бір ақша келеді деп көрсетеді. Көп ақша және тез ақша келеді. Және бүгінгі күнде бизнес бастасаңыздар, бір нәрсемен айналысам деп ойласаңыздар, соны іске асыруға өте жақсы күн. Және сіздер де сол бала-шағамен улап-шулап бір жерге барып келулеріңіз мүмкін. Балдарыңызға той болуы мүмкін. Балдарыңызға бір тәтті бір зат сатып алып беріп, сол қуана ма. Және сіздерге де сол бөпе көтере алмай жүрсеңіздер, бүгін бөпе көтеруге жақсы, либо ем алыңыздар, либо біреудің бөпе көтеріпті, либо бөпелі болыпты деген естулеріңіз де мүмкін. Және бір недвижимостьке қатысты сатып алуға ма, либо просто сатып алам деп ойлайсыздар ма, соның энергиясы жүріп тұр. Сәттілік, барлықтарыңызға күн өте керемет өтсін. Активацияны жіберіп алмаңыздар, жасаңыздар.